Сәлем достар, қамыры 5 минутта дайын. Алдымен 200 грамм майымызды осылай пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Микроволновкаға жібітеміз, осылай сұйық күйіне дейін. 1 стакан қант саламыз, біраз араластырамыз. 3 жұмыртқа, 1 келкі болғанға дейін барлығын тағы да араластырамыз. 1 немесе 1,5 стакан ұн салып, барлығын тағы да араластырамыз. Бізде осындай массада қамыр шығу керек. 1 шай қасық разрыхлитель салып, тағы да араластырамыз. Менде осындай силиконды формалар 12 штук шығады осы рецептпен. Барлығын 1 келкі қылып бөліп, алдын ала қызып тұрған духовкаға 20-25 минутта пісіріп аламыз. Осылай әдемі болып қызарып пісіп шығады. Өте жұмсақ болып шығады, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.